біз оның бәрін оқимыз ғой. Саған режиссер айтып тұрған кезде сен онымен салғыласпа, ішіңе түй, сұрақтарың болса қой. Таласып кетеді режиссерлармен площадкада тұрып темекі шегіп тұру, немесе ал бастаймыз қазір дайындалыңдар деп тұрған кезде кофесін ішіп тұру, жиналудың орнына мына жақта біреулермен әңгімені соғып бүйтіп ыржың етіп тұратын нәрселердің бәрі мектеп көрмегендік. Мен Ахметке бармаған жастарды қайда барады деп сонда мен ойландым. Жаным ауырды. Ал жалпы жаппай киноның барысында жаңағы уағыз айту ол өнер үшін мақсат емес, міндет емес. Неге? Өйткені кез келген өнер, мейлі театр болсын, мейлі кино болсын, бұның ең басты ұстыны, бұның ең басты идеясы халыққа тәлім, тәрбие беру, ой салу, ой айту. Мынандай қоғамда үйдегі тәрбие бөлек, түздегі тәрбие бөлек, идеология бөлек, мектептегі, балабақшадағы біздің әлі күнге дейін жүргізіп отырған идеологиялық тәлім тәрбиелерімізде өте көп үлкен ақаулар бар. Аталарымыз айтатын еді ғой. Балалар мынаған жоламаңдар. Мынау харам. Жоқ, олардың бізге аталарымыздың да, әке-шешелеріміздің де айтқаны ала жіпті аттамаңдар, нанды таптамаңдар. Анау сауаптан құраласың, мынау обал болады. Ұят болады. Армысыз құрметті көрермен, бұл Ойлау подкаст. Эфиріміздің бүгінгі қонағы белгілі актер, режиссер, сценарист, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сафуан Ырысбайұлы. Сафуан аға, ассалаумағалейкум. Қош келіпсіз эфирімізге, осындай алтындай уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет. Сәлемімізді айтып бірінші сәлем берсек. Иә, армысыздар. Құрметті көрермен. Армысыздар студия. Ғореке, рахмет. Елеп ескеріп шақырғандарыңызға. Сізге де көп рахмет. Ал Сафуан аға, сұхбатымызды бастай берсек, енді үлкен тақырыптарды қозғамас бұрын әуелі өзіңізді жеке бір сұрап алсақ, енді сіз жалпы киноларда ойнайсыз, отандық фильмдердің барлығында жүрсіз, енді жүзіңіз жұртқа мәлім бір азаматтың бірісіз ғой. Енді қазіргі таңда немен айналысып жүрсіз? Жалпы кинода, театрда, әлде қалай? Енді менің тұрақты жұмысым Ғабит Мүсірепов атындағы академиялық жасөспірімдер мен балалар театры. Мен сонда 20 жылдай актер болып жұмыс істеймін. Жалпы театрдан, өнерден ешқайда кеткен емеспін. 1991 жылы Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Ақтам ауылы менің туған жерім. Мектепті бітіргеннен кейін орта мектепті Темірбек Жүргенов атындағы қазіргі өнер академиясына, ол кезде театр және кино институты, сонда әнші актер мамандығына оқуға түсіп, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Рахила Машуровадан актерлық шеберлікті аяқтап, тәлім алып, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі профессор, үлкен ұлы әнші, кезіндегі біздің опера және балет театрындағы корифейлерімізбен бірге істескен, Ла Скалада ән айтқан, Италиядан тәлім тәрбие алған Амангелді Сембиннің вокалдан шәкірті болдым. Одан да басқа біздің айтулы, азулы ұстаздарымыздың тәлімін көрдік. Тілектес Мейрамов та бізге сабақ берген, Каукен Кенжетаевтың алдын көрдік, Маман Байсеркенов. Енді көп, Құдайға шүкір, бұл сондай оқуды бітіріп, 95 жылы біз екі группа болып, осы театральныйды бітірген екі группа болып, президенттің жарлығымен, ол кезде Назарбаев, Көкшетаудан Ақмола, қазіргі атауы Ақмола облыстық қазақ музыкалық драма театры, Шахмет Құсайынов атындағы, сол театрдың іргетасын қаладық. Көкшетауда 8 жыл жұмыс істедім. Одан кейін Қалибек Қуанышбаев театрында кезіндегі Кеңестер одағының халық әртісі
халық қаһарманы Әзербайжан Мамбетовтың қол астында Қуанышбаев театрында 1 жыл жұмыс істедім. Одан кейін сол оқу жалғастыру мақсатында сол 9 жылдан кейін 9-10 жылдан кейін осында режиссерлық магистратураға оқуға түсуге келдім. Алматыға. Өзімнің елім болғаннан кейін, жерім болғаннан кейін басыбайлы көшіп келіп, осында режиссерлық оқуымды жалғастырып, Әуезов театрында жұмыс істедім. Одан кейін негізгі тұрақты жұмысым осы Ғабең театрында жалғасып келе жатыр. Негізгі жұмысым сол. Ал енді кино деген, біз енді мамандығымыз болғаннан кейін бізге ұсыныстар түсіп жатады, кастингтер болып жатады. Кейде кейбір керек еткен режиссерлар, продюсерлар кастингсіз алады. Кейбір фильмдарға біз де кастингтен өтеміз. Кәдімгідей, енді ол дұрыс нәрсе. Сен ол образға келесің ба, келмейсің ба, ол киноға сен қаншалықты керексің. Берілген роль саған қаншалықты жатады, соған байланысты өздері бекітеді. Сіздер де кастингке қатысасыздар кәдімгі? Өтеміз. Тәжірибе болса да өткізеді. Тәжірибе болса да өткізеді. Енді былай көбінесе қазіргі кезде көп жағдайда бізге кастинг жасамайды. Бірақ бағанағындай айтып отырған нәрсе ғой, олар біздің актерлық шеберлігімізге немесе біздің тәжірибемізге ешқандай бір сомнениемен қарап отырған жоқ. Оған сенбей отырған жоқ. Мәселе жаңағы айтып отырған сияқты сол образға келем екен, оны былай ойнап көрген кезде, сол кезде түсінесің ғой. Экраннан көрген кезде, мынау келмей тұр, кішкене бұдан қарағанда сұңғақ бойлау, арықтау адам, немесе міне мына кісі міне оң жамбастан келіп тұр, осыған жата кетті осы деген қарау үшін, сол үшін ғана керек кастинг. Былай енді біз актер ретінде біраз жұмыс істеп келе жатқан адам болғаннан кейін былай біледі, кинода да, театрда да. Өте тамаша. Енді қазіргі қазақ киносының, осы отандық фильмнің жай-күйі қалай, жалпы қандай жанрлар керек көбіне бізге? Қазақ киносының жай-күйі бұның екі-үшті мағынасы бар, мәні бар, баға беруге болатын еді. Менің ойымша, әлгі медальдің екі жағы бар дегендей. Бір есептен алғанда, қазақ киносы қазір Құдайға шүкір өте керемет өсті. Бізде өсу бар, прогресс бар. Өсетін себебі қазір жекелеген киностудиялар өте көп. Олар өздері инвестор тауып, спонсор тартып, өздерінің көп жағдайда өздерінің қаражатына түсіріп жатады. Небір кинолар. Әрине, ол кинолардың көбі коммерциялық бағыттағы кинолар. Яғни соншама ақша шығарады, соның үстінен қарыздарын қайтарып, және өздері де одан пайда көргісі келеді. Ол үміттері көп жағдайда ақталып та жатыр. Алғашқы кездердегі біздің коммерциялық киноларымызға адамның қарағысы келмейтін, өйткені көркемдік деңгейі нашар, түсірілім енді ақшасы аз болғаннан кейін, үнемдейіп түсіргеннен кейін кино болмай кетеді. Сценарийлық жаңағы линияларында ақаулар көп, қарама-қайшылықтар көп, эклектикалар көп. Одан кейін монтажында, киімінде, грим, состав, ойындарына енді сондай бір кемшіліктер өте көп болатын. Ал қазіргі кезде өскені сондай, тіпті кейбір кинолардың кейбір жерлері кәдімгідей үлкен сұраныстағы кәдімгі әлемге танымал фильмдердің ішіндегі бір детальдары бар, ол өте жақсы. Жалпы кино түгел бастан аяғына дейін шедевр болмағанымен өсу процесі байқалады. Режиссерлар өскен, сценаристер өскен, одан кейін біздің актерларымыз Құдайға шүкір талантты. Жасы болсын, кәрі болсын, қазақ негізі талантты халық қой. Енді соның ішінде блогерларды
актер кылып жиберди, блогерларды пайдаланатын үрдүс пайда болды. Одан кейін көшеден алып келген актерларды жұлдыз қылып жіберу, актерлық жаңағы тәлім тәрбиеден өтпеген, мектебінен өтпеген адамдар. Енді кинода ол заңдылық бір жағы. Кинода егер келіп тұрма, оны фактура, форма, амплуа дейді мысалы. Ол жағынан келіп тұрма, кинода көп нәрсеге қарамайды. Өйткені оның озвучкасы болады, дауысын басқа адам жазады деген сияқты сондай бір нелер. Қазір енді тікелей жазады ғой. Енді ондай киноның өзінің тәсілдері өте көп, бірақ дегенмен көп жағдайда мен елдің бәрі талант емес қой. Менің кішкене ел қызғаныш деп ойламау керек бұны, бірақ ішім күйіп бір жаным ауыратын нәрсе, біз актер болу үшін, оның қыр-сырын меңгеру үшін 4 жыл, 5 жыл актерлық бакалаврды оқып, одан ар жағында магистратурасын жалғастырып, міне 30 жылдан асты театрда, кинода, біз енді театралдармыз, күндіз түні театрда біз формадағы спортсмендер сияқты еңбек етесің. Әлі күнге дейін мен мынандай образ сомдадым деп айта алмаймын. Өткенде мен өзімнің осыдан 8 жыл бұрын жазған өзімнің бір мақаламды тауып алдым, бірақ мен еш жерге жарияламаппын. Мен күнделік ретінде жазатын әдетім бар. Мүмкін болашақта бір кітап болар. Сол кезде айтқан пікірім, жастар қазір мен анандай образды сомдадым, мен сомдаған образ деп, әсіресе мына киноға түскен оқымаған балалардың, немесе жастардың да, тіпті оқыған жастардың да сомдадым деп сөйлеуі маған ұнамайды. Сомдау деген бөлек нәрсе. Мен сонда жазыппын, мен әлі күнге дейін мен сомдаған роль деп айтатын әлі жоқ. Мен рольдарды ойнап келе жатырмын қазір. Әрине, қазір енді тәжірибеміз болғаннан кейін түсініп ойнайтын шығармыз. Белгілі бір дәрежелерге шыққан шығармыз, бәлкім белгілі бір нәрселерге қол жеткізген шығармыз. Бірақ мен сомдаған образ жоқ әлі. Сомдау бөлек нәрсе. Осындай нәрселерді түсінбейтін нәрселер оқымаған жаңағы балалар интервью берген кезде актермын, актрисамын деп жатады. Және солар көп жағдайда сахнада немесе площадкада элементарно өзінің этикасын сақтамайды. Түсінбейді, режиссермен қалай сөйлесу керек, редакторды қалай тыңдау керек, партнерға қандай қарым-қатынаста болу керек, жалпы оның мәдениеті. Біз оның бәрін оқимыз ғой. Саған режиссер айтып тұрған кезде сен онымен салғыласпа. Ішіңе түй, сұрақтарың болса қой. Таласып кетеді режиссерлармен площадкада тұрып темекі шегіп тұру, немесе ал бастаймыз қазір дайындалыңдар деп тұрған кезде кофесін ішіп тұру, жиналудың орнына мына жақта біреулермен әңгімен соғып бүйтіп ыржың етіп тұратын нәрселердің бәрі мектеп көрмегендік. Олардың кемшілігі емес, олар мектеп көрмеген, олардан не талап етуге болады. Ал бірақ енді соған қарамай кейбіреулерінің тума талант, табиғи өздерінің өнерлері бар, жап-жақсы өнер жасап жүрген адамдар бар. Бірақ олар өздері айту керек те, мен актермын, актрисамын емес. Айтқан кезде кішкене өнер адамдарына, шынайы өнер адамдарына деген бір құрметі жетіспейді да, бізді таптап кете жастайды жастар площадкада. Біз үндемейміз. Түсінесің, не деп айтасың, не деп салғыласасың. Үндемей күлесің да қоясың, заман сондай, қоғам сондай деп. Жалпы бағанағы сұраққа қайтып келейік. Мен бірді айтып екіге кетіп отырмын ғой. Қазақ киносында өсу процесі өте жақсы, қуантатын жайлар өте көп. Режиссурада да және сценаристер де, актерлардың өсу процесі бәрі жақсы, ол қуантатын жағдай бар. Ал енді медальдің екінші жағын алып қарайтын болсаң, бағанағыларымыздың бәрі тек қана коммерциялық проектідегілер, жеңіл. Халыққа сол керегі керек. Көпшілікке, жастарға жаңағындай бір жеңіл әзілдер, комедиялық жанрда өнер қырандары түсірді. Мысалы үшін жаңағы өздерінің бір жақсы бір фильмін түсірді. Бұл жерде жаңағы
діни нелерде енді өздерінің жолы сол ғой, олар ұстанған жолдары сол. Сол бағытта олар өздерінің діттеген мақсаттарына жетті. Жақсы ойлы бір киноларын түсірді. Комедиясы бар, ой салатын жер бар, әзіл араластырып. Ондай нәрселер бар. Коммерциялық бағытта жақсы өсіп келе жатыр. Ал енді біздің кәсіби жағымызды алып қарайтын болсақ, біздің кәсіби режиссерларымыз өте көп, және олардың білімдері сөз жоқ, әңгіме жоқ, өте білімді, ізденімпаз, әлем кинодраматургиясынан, әлемдік кинодан көп нәрсені зерттеп тастаған. Олар кәсіби маман болғаннан кейін бір киноны түсіру үшін пәленбай жыл дайындалады. Бір айдың ішінде сценарий жазып, 2-3 ай спонсор іздеп, бір айда түсіріп тастап, бір жылдың ішінде шығып кететін кино емес олардікі. Олар сценарийдің өзін 4-5 жылдап тұрып дайындалады. Соның арқасында ол жерде өте үлкен еңбек, өте үлкен талаптар, және мына сырттан, шетелдерден, фестивальдардан жеңімпаз атанып жатқандар да солар. Коммерциялық бірде-бір проект шетелдік жаңағы кинофестивальдарға шықпайды, беттей алмайды, жолай алмайды. Ол коммерциялық бағыт, оған реніш жоқ, олар қатысу да міндет емес. Ал енді біздің мамандардың, киногерлердің түсіріп жатқан киноларында ой да жетеді, ұлттық идеология да жетеді, әлемдік қозғалып жатқан мәселелер де жетеді. Ұлтымызға не жетіспейді, нені ұмыттық, неміз бар, неміз жоқ, солардың бәріне жауап беріп кететін сондай құнды кинолар түсіріліп жатыр. Бірақ көп жағдайда, мысалы, оны кинотеатрлардан беретін болса, міне Ахмет ұлт ұстазы түсірілді ғой. Ғалым Доскен ағамыздың 10-15 жыл жазған, дайындалған сценариймен түсірілген фильм. Азамат Сатыбалды ойнады. Міне кәсібилік деңгей. Сценарий қандай ана жерде, актерлар қандай, декорация, художниктардың жұмысы, костюмның әрбір детальдарына дейін, тіпті гримдарға дейін ойластырылған, сөйлеу манерасына дейін, анау актердің өзін өзі ұстауы, Азамат ана жерде адам танымастай болып өзгерген, образ жасаған. Міне образ деп, сомдаған деп соны айтады. Өйткені онымен режиссер өте тыңғылықты, әрбір детальдарына дейін жұмыс істеген, қойылған. Оны образның сыртқы бейнесін емес, Ахметті Азаматтың ішіне қарай, жүрегіне қарай түсірген образды сомдау деп сондай нәрселерді айтады. Сол жерде шынайылық көрдім. Қандай керемет. Оған біздің көрермендеріміз көп барған жоқ. Көп барған жоқ. Халық керек етпеді емес, халыққа бұндай нәрсе керек емес деп айта алмаймыз. Халықтың қазіргі жай күйі сондай. Қайтып күн көреміз, қайтып ақша табамыз, қайтып бала шағаны асыраймыз деген дүние. Жалпы күйгелең тіршілік біздің халықтың руханиятын іштен жаңағы жеген құрт сияқты күйретіп алып кетіп бар жатқаны жасырын емес. Данияр Саламат қаншама фильмдер түсірді мысалы. Оның да бір керемет шетелден жаңағы пәленбай жеңістерді жеңіп алған фильмі. Адам барған жоқ. Елзат Ескендір деген мықты, білімді режиссер, өзі сценарист, өзі режиссер. Бұлар анандай халтураларға бармайтын, жаңағы бір фильмін 5-10 жыл дайындайтын сондай режиссерлардан бұлар. Кенжебек Шайқақов бар. Мысалы, авторлық фильмдермен айналысатын. Осындай нәрселер енді біздің сондай нағыз ұлттық рухани фильмдерімізге қолдау аздау болып тұрған сияқты. Мейлі мемлекет тарапынан болсын, мейлі көрермен болсын, мейлі қай жағынан болсын, қолдау өте аз. Жарнама жағы бір әлсіреп қалды деп ойламайсыз ба осы жағынан? Өйткені былтыр мысалы Оян қазақ шыққан кезде кәдімгідей ол жерде билет табылмай, кинотеатр мысалы лық толып солай жақсы қарады, көрермен оны жақсы қарсы алды, қабылдады. Оян қазақ өте сәтті шыққан біздің киноларымыздың бірі. Мен сондай қуанамын. Және соған
анау Қанат бауырымыздың түсірген Сатпаев туралы, Қаныш Сатпаев туралы түсірілген жаңағы киносының сериал ма еді? Мен қазір не отырмын, бірақ көріп шықтым. Сол сияқты біздің саусақпен санарлықтай фильмдеріміз бар, өте сәтті шыққан. Енді жарнама керек. Мына заманда, мына қоғамда жарнама міндетті түрде керек. Бірақ негізінде жарнамадан кенде болып жатқан жоқ. Негізі барлық билбордта ілінді, барлық да жарнамадан кенде болып жатқан жоқ. Өйткені біз қазіргі уақытта жарнамасыз бір қадамда ешқайда аттай алмайтынын түсінетін замандамыз. Сондықтан да киноға осыншама еңбек жұмсап, күш шығарып, ақша шығарып жасаған адам міндетті түрде бірінші жарнамамен айналысады. Жарнама болып жатыр. Бірақ менің өзімнің пайымдауым, бұл менің өзі жеке бір пікірім, өзімнің бір жеке түйінім, халыққа керек емес сияқты болып қалған сияқты рухани дүниелер. Және жаңағы астарлап жеткізетін кинолардың, мысалы, үлкен ар жағында тұншығып жатқан ойлары бар, сыртқы суретіне қарап отырсаң, бір қойшы қой айдап бара жатуы мүмкін. Ал оның ар жағындағы қазақтың мыңдап, миллиондап жатқан жаңағы проблемалары, бәлкім трагедиялары, соны зерделеп қарайтын көрермен аз. Соны түсіну. Бірақ енді оған қарамай, егер қолдау болатын болса, біз соларды насихаттап көрсете берсек, жастарымыз үйренеді ғой, өсу содан пайда болады да. Жастар, жаңағындай Оян қазақта мысалы үшін бұл жерде жаңағы түсірілу стилінің өзінде де жаңағы пафос демей-ақ қояйын, бірақ ол жерде түсінікті тіл бар. Ал енді кейбір жаңағы абстракция емес, бірақ киноның кейбір шарттарымен бұқпантайлатып көрсететін, бетті тырнап алып, көзді шұқып алмайтындай жаңағы стильде түсірілетін фильмдарға, мысалы үшін, көрермен әлі үйрене қойған жоқ. Ахмет Байтұрсынов туралы түсірілген кинода да ешқандай бұқпантайлаған ештеңе жоқ. Ол енді ұлт ұстазы, керемет жасалынған фильм, ана жерден аузыңды ашып, мысалы үшін, енді жаның тебіреніп отырып көретін дүние, бірақ көрермені аз болды. Жастардың өздері де аз барды. Мен Ахметке бармаған жастарды қайда барады деп сонда мен ойландым. Жаным ауырды. Сонда қайда баруы мүмкін? Енді көш жүре түзеледі, ақырын келе жатырмыз ғой, бірақ өте баяу келе жатырмыз. Баяу келетін себеп сол, жаңағыдай айтқанда тағы да астын сызып айтып кетейін. Коммерциялық кинолардың жалауы желбіреп тұр. Олар ештеңеден кенде болып жатқан жоқ. Ұтылып жатқандар да бар. Соған қарамай олар сүрініп кетіп, қайтадан кірісіп, қайтадан діттеген мақсаттарына жетіп, табыстарын тауып жатыр. Оған көрермен жақсы келеді, жастар келеді, бір сәт келіп, күліп, ойнап, түсініп, ой түйіп, көңіл көтеріп кетеді. Ол сондайға жеңіл. Өзім де түстім сондайдың бірнешеуіне. Бұрын келісім бермейтінмін ондай киноларға. Бірақ енді қазір ұлттық киноларымызда тарихи кинолар түсті. Алмас қылыш бар, Қазақ хандығы, тағы да басқа, Құдайға шүкір. Солардың бірде-біреуіне мен шақырылған жоқпын. Кәсіби маман ретінде. Сол мен бет жүзімді театрда ғана істеп жүрдім, бет жүзімді сондай сүбелі киноларға дайындап жүрдім, бірақ мынау өйтіп жатыр екен, бүйтіп жатыр екен деп ешкім шақырған жоқ. Шақырған жерлерде мен өтпедім, кастингтен өтпедім. Солардың бәрін енді менің мүмкін нашар актерлығым шығар, мүмкін мен келмеген шығарым, бірақ бәріне бірдей келмей қалу, бәріне бірдей менің тәжірибем жетпей қалу мүмкін емес қой. Ол жерде де өзінің кейбір саясаттары бар шығар. Сондықтан мен амал жоқ, жаңағындай коммерциялық проектілерге келісімді беріп, сериалдарға көніп деген сияқты сондай жерлерде жүрдім.
солай келе жатырмыз. Бірақ негізі сондай тарихи бір үлкен киноларда түскіңіз келеді әлі де, иә? Түстім, Ұлы дала зарында өзім Иә. сценарист болдым, редактор болдым, өзім ойнадым. Мына MG Productionмен түсірілген, режиссері Марина Қонарова өте талантты, ізденімпаз, асықпай түсіретін, ойланып түсіретін режиссер. Продюсері Ернар Дембаев болды. Одан кейін тағы қайсында санаулақ, енді мен соны ұмытып та қалыппын былай. Енді баяғыда студент кезімде Абайдың жастық шағына түскем. Енді мен кішкентай ғана Бейімбет Майлиннің Қара баласынан бастадым студент кезімде. Бұл құнды дүниелер ғой. Бұның сценарийі, бұның айтар ойы, бұл тарихи дүниелер. Әрине ондай жерлерде түскім келеді, ойнағым келеді. Мен тарихта қалсам, мынандай коммерческий проектілермен қалмаймын. Ертең ұрпақ үшін бірдеңе жасап кеткің келеді. Тарихта сенің де ізің қалса екен дейсің. Ертең мәңгілік ешкім жоқ, кейін ұрпағын көріп, мынау біздің атамыз деп көріп отырып, содан бір тәлім алса, тәрбие алса, мынандай актер болған екен ғой. Тіпті атамыздың мастерствосы, актер шеберлігі онша болмапты ғой деп айтса да, әйтеуір тарихтың бетінде жүрсең деп армандайсың ғой. Ал енді оның ішіндегі шынтуайтына келген кезде мен ойнайтын қаншама образдар бар, қолдан келіп тұр. Бірақ енді біз режиссердің талғамынан өтпей жатырмыз. Мүмкін бізді біреулер өткізбей жатқан шығар. Ондай да тұстары болуы мүмкін. Комедияның бір несіне қамалып қалдым деп ойламайсыз ба бір? Мен комедияға қадалған жоқпын. Мен қадал емес, қамалып қалу болады ғой. Жоқ, Мысалы, режиссер жаттап қалады да, сөйтіп, бұл комедияда ойнай береді ғой деп бір образды сақтап алып. Мені білетін режиссерлар менің ешқандай жанрға табан тіреп тұрып қалмайтынымды біледі. Егер шынайы актер келетін болса, театрдан келіп көрсін менің ойнаған рөлдарымды. Оның ішінде комедия аз тіпті. Чеховтың Шағаласын ойнап жатырмыз. Міне Ревизорды дайындап жатырмыз. Акпел сіңілі Үшеуді дайындап жатырмыз. Дина Дельмардың Баянсыз бағында Еврейді ойнап жатырмыз. Қаншама тарихи дүниелеріміз бар. Кезінде ғасырдан да ұзақ күн, өте трагедиялық рөлдар. Енді солардың бәрі, мысалы той көп үй деген бізде жеңіл ғана көрерменге арналған бір жақсы қойылым бар, спектакль. Былай қарасаң комедия, бірақ оның соңы трагедияға айналады да. Сондай фильмдерден, актердің комедиядан трагедияға қалай ауысуын көріп, первоплощение, сен өнеріңді көрсетіп жатқан жерге келіп сені таңдамайды. Сені сол спектакльге келіп көріп, сол жерден ұнатпай, қолын бір сілтеп кетсе, арманың жоқ қой. Сені кастингтерге шақырып алып, ешқандай партнерың жоқ, сол жерде бір құрғақ сөзбен дегізіп көреді дағы, соны апарып режиссерға көрсетеді. Енді ол жерден сен не көрсете алуың мүмкін? Білетіндер қадіріңді, білетіндер шақырады, білмейтіндер енді өздері көре жатар. Олар бірден кейін мүмкін Құдайдың бұйрығы шығар. Ал бірақ мен жанрға байланбаймын. Өте жақсы. Софан мырза, енді қазір енді жанр жағын сұрап, енді жастарға қандай кино керек жағын енді айтып қалдық қой жауапта. Енді бір сұрағым бар, мына неге қазақ киносында осы отандық фильм жанрында көбіне діни тақырыпты қозғау бір ыстық от ұстау сияқты болып тұр? Неғып тұр? Бір ыстық отпен ойнағысы келмейтіндей болады ғой, мысалы енді бір неден кішкене қашқақтап, бойыңды алға ұстап, мысалы көбіне діни тақырыпқа келген кезде кішкене қатты кіріскісі келмейді. Мысалы бағана сіз айтып қалдыңыз, белгілі бір бағыттағылар мысалы түсірді ғой, енді әзілін араластырып, жақсы бір фильмдер шығарып жатыр. Бірақ та неге біздің қазақ киноиндустрияда осы діни тақырыптағы фильмдер сирек түсіріледі, бірақ көбіне мына бір арнайы тапсырыспен ғана болмаса, ол бір әлеуметтік фильм сияқты бір кішкентай қысқа. Діни тақырыптағы фильмдер ол діни фильм болып шығу керек, басыбайлы. Мысалы бар ғой, Түркияның, Аравияның, мұсылман мемлекеттерінде түсірілген діни негіздегі көптеген кинолар бар. Кәдімгі рухани, ислами сондай фильмдер бар. Бұл жерде сен толық қанды кәдімгі о жерден шариғатты көріп отырасың,
Ол жерден сен хадистің да құранның да мән мағыналарын тауып отырасың. Тіпті сахабаларды ойнап жатқан, енді ол ашық түрдегі көптеген енді пайғамбарларды ғана көрсетпейтін шығар. Тіпті енді пайғамбарлардың өзін ойнатып жатқан орыстардың, европалықтардың Иса туралы алейхиссалам кинолары бар. Ал біздің исламда бізде пайғамбарларды көрсетпейді ғой, сахабалар арқылы өйтіп бүйтіп. Діни бағыттағы кинолар ол діни бағыттағы кинолар. Меніңше оған ешқандай қарсылық жоқ. Сен тура сол діни бағыттағы солай фильмдер түсір. Оны қадағалап отыратын бізде мемлекет бар, одан кейін бағыт бағдар беріп отыратын қазақ діни мұсылмандар несі бар, діни басқармамыз бар, Құдайға шүкір. Ал енді киноның ішінен дін іздеу, киноның ішінде шариғат айтпады, оның ішінде уағыз айтпады деу, ол соншалықты қажетті жерінде айтылып қалуға тиіс, ол кейбір жерінде ғана. Ал жалпы жаппай киноның барысында жаңағы уағыз айту ол өнер үшін мақсат емес, міндет емес. Неге? Өйткені кез келген өнер, мейлі театр болсын, мейлі кино болсын, бұның ең басты ұстыны, бұның ең басты идеясы халыққа тәлім тәрбие беру, ой салу, ой айту. Яғни сен кез келген дүниені көрсең, мейлі ол қандай жанрдағы фильм болсын, комедия болсын, трагедия, драма болсын, музыкалық бірдеңелер болсын, тіпті лирика, махаббат болсын, тіпті қандай фильм болсын, ең соңында содан түйетін ойың қандай? Меніңше бірде-бір фильмнен сен мына значит ойнап күлу керек екен, бүйту керек екен, сүйту керек екен деп ой түйіп кетпейсің. Кез келген қойылымның соңында түйетін ой: адам бол, жолыңды тап, тура жолмен жүр, дұрыс жүр, адам сияқты жүр деген мән мағынаны ұғып кетесің. Немесе сыйласу керек екенін түсінесің, немесе қыз баланы құрметтеу керек екенін түсінесің, махаббатты дәріптеу керек екенін түсінесің, ата-ананың қадір қасиеті қаншалықты екенін түсінесің. Бұл идеология, өнер. Өнер дегеннің өзі идеология. Ал идеология деген айналып келген кезде сол кәдімгі өзіміздің діндегі айтылып жатқан біздің құндылықтарымыз. Сондықтан да ол кинода басыбайлы, немесе театрдың қойылымдарында, спектакльдерде басыбайлы Құран сөзі, пайғамбардың жаңағы хадисі, оның мағынасы беріліп тұр ғой. Мағынасы беріліп тұр. Оны ауызбен айтып жаңағы ашық лепіре берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өнерде ол онсыз да соны айтып тұр. Ал енді соның ішінде, киноның ішінде болсын, театрның ішінде болсын, кейбір ақсақал болуы мүмкін, тіпті жас бала болуы мүмкін. Бір ішіп шегіп келіп, міне, мысал үшін, Құдай өзі сақтасын, әкесін ұрып өлтірді ғой, баласы мен келіні. Құдай өзі сақтасын, айтуға қиын, мүмкін. Түркістан облысындағы жайтты. Масқара ғой, енді бұндайды біз күнде естиміз. Алдың күні ғана бір ашып қалсам, Мадина Балғабаева НТК-да ғой, шешесін зорлаған бала 21 жасар деді ма, Құдай сақтасын, тұтқынға алынды дейді. Тыңдай алмадым, оны мен еған жоқпын, ары қарай өткізіп жібердім. Одан кейін бірден екінші тақырыпты көріп кету мүмкін емес. Анадан есіңді жия алмай есеңгіреп жатасың. Біздің жасымызда өте қатты ауыр тиеді. Өйткені біз жастықтан өттік, ағалық жасқа жетіп келе жатырмыз. Артымыздағы ұрпаққа қараймыз ғой. Өзіміздің де бала шағамыз бар. Мынандай қоғамда үйдегі тәрбие бөлек, түздегі тәрбие бөлек, идеология бөлек, мектептегі, балабақшадағы біздің әлі күнге дейін жүргізіп отырған идеологиялық тәлім тәрбиелерімізде өте көп үлкен ақаулар бар. Қайда бара жатырмыз? Не болады? Кімнен алады тәлім тәрбиені? Сондықтан да бұл мәселеде өте күрделі мәселелер бар. Ал театр, өнер,
шынайы өнер, шынайы театр. Бұл жерде сол дін, сол Құдай сөзі, соның мағынасы, хадис Құранның бір расшифровкасы болатын болса хадис. Ал өнердегі негізгі айтылатын басты идеялар сол хадистің жолын тұтынады негізі. Кез келген жазушының миссиясында адамзатқа жол көрсету, ой салу, жүректі қозғау, миды қозғау миссиясы жатады. Осындай. Ал енді жаңағы бір мәселеден жаңағы орай келгенде айта кетейін. Мектеп, балабақша деп қалдық қой. Қазіргі кезде көп айтылып жатыр мына жапондардың бала тәрбиелеу үрдісі. 5-ші сыныпқа дейін бала өзінің ана тілінде ғана оқу керек екен. Тек қана ана тілінде. Ана тілінде сөйлеу керек, міндеттеледі. 5-ші сыныптан кейін ары қарай өзің біл. Сен шетелдің ағылшын ба, Қытай ма, қай тілді меңгергің келеді, оқи бер. Сол 5-ші сыныптағы бала 10 жастан, 11 жастан асатын бала ғой. Бір мүшел, яғни бір мүшелдің ішінде фундаменталды түрде баланың жанына, жадына өзінің ұлтының кім екенін құйып тастайды. Фундамент қалыптасады, рухы қалыптасады, тілі қалыптасады. Біздің қазақ сорлап қалғанымыз сондай. Өзінің тілін өзі жақтырмайтын әлі күнге дейін бар біздің өзіміздің қара көздеріміз. Қазақша сөйлегенге өзінің қор санайтын, ұлттық рухтың жоқтығы, намыстың жоқтығы бұл трагедия. Ал соның тәрбиелеп жатқан баласында ол қандай жаңағы бір ұлтқа жанашырлық болуы мүмкін. Міне көріп атсыңдар, ағаңның айтқаны біздің алаш зиялыларының дейінші, мен әлгі сонда айтып отыр. Кім қай тілде сөйлесе түбінде сол ұлтқа қызмет етеді дейді. Рас ол. Міржақып Дулатовтың сөзі ме осы? Рас ол. Міндетті түрде солай. Ананың тілі дейміз, баланың тілі анасының тілімен қалыптасады. Әкенің тілімен емес, анасының. Бұл жерде аналарға өте үлкен салмақ бар. Өте үлкен жауапкершілік. Әке деген түздің адамы бала-шағаны асырау үшін күн жүреді, түн жүреді, үй көрмейді, дала кезеді, анда безеді. Әйтеуір біреуді аға, біреуді көке дейтін кездер болады, мысалы үшін жасырып жабатын жоқ, әсіресе қазіргі қоғамда. Бала-шағамен 24 сағат үйде отыратын ана ғой. Аналар осыны сезініп, аналар осыны жауапкершілікті мойнына алса екен деген бір асыл арманым бар. Сонымен жалынып, жалбарынып сұрар едім келіндерден, аналардан қазір бала тәрбиелеп отырған. Өйткені ұлттың болашағын біз ойламасақ, біз бәрінен айырылып қаламыз. Өте қауіпті жағдайда тұрмыз, меніңше. Мен саясаткер емеспін әрине. Жаным ауырады. Ұлт ретінде жоқ болып кетсек не боламыз біз? Кім боламыз? Біздің ата-бабаларымыз кім үшін соғысты? Біз үшін соғысты. Осы ешкімге жалынышты болмасын, қол жаймасын, ешкімнің алдында бас имесін, өз алдына дербес мемлекет болсын. Балаларымыз бақытты болсын, бақыттары, армандары аяулы болсын деп. Қолына қылыш алып соғысты, жандарын пида етті. Сол үшін хандарымызға дейін қараларымыз былай тұрсын, бастарын шауып тастады, қазақтың намысын жоқтаған үшін. Сол намыстың ұрпақтар біз не істеп жатырмыз қазір? Алаштықтар, зариліп кеткен алаштықтар. Міне күнде естіп атсыздар, Ахмет Байтұрсыновтан бір сұрақ алып отырған бір жаңағы сол кездегі НКВД-ның адамы жаны ашып өзі қазақ, аға, сіз сондай керемет адамсыз ғой, ұлттың ұстасыз. Мойындайды ғой енді, білімін, ұстанымын, ұстынын, рухын бәрін. Сіз иә дей салыңызшы, құтыласыз ғой. Иә, мен қателесіппін, орыстікі дұрыс екен дей салыңызшы, құтыласыз ғой. Одан кейін ары қарай тағы да көресіз ғой деген кезде. Менің әкемнің аманаты дейді ғой. Менің әкемнің аманаты, менің әкем ұлтқа, еліңе, жұртыңа қызмет ет деген. Мен әкемнің аманатына қиянат жасай алмаймын. Қасық қаным тамғанша, қалғанша мен ұлтыма қызмет етемін.
осының жолында өлемін дейді, ақыры соның жолында өлді, біздің жолымызда өлді, біздің тіліміздің жолында, біздің дініміздің, діліміздің жолында өлді, біздің болашағымыздың жолында өлді. Әлихан Бөкейхановтар қазаққа жаным тірі болса қызмет етпей қоймаймын деді, қызмет етті. Бүкіл бәрі алашордашылардың, Әлімхан Ермеков, кешегі міне Өзбекәлі Жәнібековтер, бүгін мынау Санжар бауырымызға Алла разы болсын, көптен көп рахмет. Сол сияқты біздің ана Елдос бауырларымыз бар, көптеген біздің қазір қалам ұстаған азаматтар қазір осы біздің зиялы қауымдарды дәріптеп кітапқа айналдырып, жастардың санасына құюға барын салып келе жатыр, жанын салып келе жатыр. Міне солар ғана алаштың кәдімгі үміттерін ақтап жатқан, үміттің үзігін жалғап жатқан. Ал қалған ұрпақ біз не істеп жатырмыз? Қалай тәрбиелеп жатырмыз? Ұрпақ тәрбиелеуге қандай еңбек сіңіріп жатырмыз? Осы мәселеде ойлануымыз керек та. Енді мынау балабақшадағы, сол мектептегі бастауыш сыныптардағы қазақ балаларының идеологиясына бірде-бір балабақша басқа тілде болмау керек. Барлық балабақша қазақ тілінде ғана болу керек дегенді мен қолдаймын, қорғаймын. Бүкіл балабақша қазақ тілінде ғана болу керек. Орыстың баласы да, ұйғырдың баласы да, корейстің баласы да келіп сол қазақтың балабақшасында болсын. Мен осыны талап етер едім. Өйткені ол біздің мемлекеттік тіл. Мемлекеттік тіл ол бір, одан кейін балаларда, ата-анасында ең болмаса мемлекетке, елімізге, жұртымызға деген бір кішкене сыйластық пайда болуы мүмкін, құрмет пайда болуы мүмкін. Бізде кішкене біздің ел, біздің жұрт, біздің мемлекет болғаннан кейін, қазақ елінде күн көріп, асын тауып жеп, содан байып, балқып отырғаннан кейін ұлтқа деген, мемлекетке деген, туға деген, гербке деген, руханиятымызға, құндылықтарымызға деген құрметі болу керек басқа ұлттардың. Міндетті түрде болу керек. Біз барлық ұлттардан үстем болмайынша, бізді құрметтемейінше, біз ешқандай берекетке жетпейміз. Өйткені қазақ өзінің бұрынғы рухының бәрінен айырылып қалған. Қазір аузыңды ашсаң, аузыңды басқа ұлттың, оларда ақша көп. Ақшамен ұра салады, аузыңды жауып отырасың. Сатыла саламыз. Сондықтан да қызымызды зорлап жатқан Қытайыңды, қызымызды тепкілеп жатқан басқа ұлттарды, ұрып жатқан, соғып жатқан, тонап жатқан біздің мемлекетті, басқа ұлттарды біз қой деп айта алмай жатырмыз. Неге? Ұлттық рухымыз, ауызбіршілігіміз біздің жоқ. Мен жоғалып бара жатқан сияқты деп мәймөңкемелей қояйын. Жоқ қазір. Жақсы, Сафон мырза, енді келесі бөлікке көшсек, сұрақтың мына бағана айтып қалдыңыз ғой, енді жалпы өнердің, мына бағана театрдың кез келген біздегі болып жатқан зат осы өнер саласындағы түпкі бір ойы айтатын түйіні осы дін мен сол бағанағы жақсылыққа бастайды деп ше, екеуінің де принципі бір деп. Енді бірақ та қазір қоғамда мынау бар, өнерді харам дейді, мысалы домбыраны, сосын мына беташар тойдың өзін, ұлттық дәстүрлерін өзін ширк деп жатады, серік қосу деп санап жатады. Қоғамда осы пікір жоқ емес, бар. Енді сіздің пікіріңізше бұндай пікір қоғамдағы осы қазақылықты, біздің ұлттық кодқа бір кесірін тигізеді деп ойлайсыз ба? Міндетті түрде ғой. Сіз қараңыз, біз егемендікті 91 жылы алдық па? Жаның ауырады. Тіпті Совет өкіметінің кезінде де, сол кезде де біздің дінді ұстанып жүрген аталарымыз, әжелеріміз, өзімнің аталарым, әжелерім бәрі намазхан болған. Бәрі. Мен бәрін көретім. Құдайға шүкір, мен сондай ортада өстім. Менің аталарым, әжелерім ғана емес, сол кезде біздің ауылда шалкемпірлер көп болатын. Солардың ішінде намаз оқымайтын шалкемпір жоқтың қасы болатын. Совет өкіметінің кезінде. Шектеу бар кезде. Тіпті шіркеулерің де бар ол кезде енді. Бірақ қазіргідей жаппай мешіт жоқ, бірақ бір ауылда әйтеуір ілдалалап бір мешіттер болатын. Соның өзінде үйінде болсын, сол кезде аталарымыз, апаларымыз намаздарымен өтті. Сол кезде, одан кейін, мысалы, сол аталарымыз айтса айтатын еді ғой бізге, сен домбыраны ұстама, бұл харам.
сол кезде совет өкіметі енді біздің әкешілерімізге құлшылық ғибадаттарға рұқсат бермеген шығар. Бірақ аталарымыз айтатын еді ғой, балалар мынаған жоламаңдар, мынау харам. Жоқ, олардың бізге аталарымыздың да әкешілеріміздің де айтқаны, ала жіпті аттамаңдар, нанды таптамаңдар, анау сауаптан құраласың, мынау обал болады, ұят болады. Ал енді оның арғы жағындағы ханқараларымыздың бәрі де Құдайға шүкір, Абай заманын алсаң да, оның арғы жағындағы жаугершілік заман, тіпті ашаршылық замандарының бәрінде қазақтың, сол кезде дін де болды. Бізге Қазақстанға дін 9 ғасырда келді ме? Сол 9 ғасырдан бері қарай есептеп қарайтын болсаң, қазақ даласына дін келгенде біздің домбырамыз, өнеріміз жоқ болып кеткен жоқ. Оған ешкім тыйым салған жоқ. Жыршы жырауларымыз да, Бұқар жырауың да сол кезде шығып жатты, Шал ақының да, тіпті енді бәрі, олардың бәрі, мен әдебиетші де емеспін ғой, әйтеуір Құдайға шүкір, бірақ хабарымыз бар. Біздің мынау жыр термелеріміз, батыстағы сыр өңіріндегі жаңағы төгіліп жатқан інжу маржандарымыздың бәрі солар діннің сөзін сөйлейді. Солардың бәрі домбырамен, қобызбен жырлады. Кім айтты сол кезде мынауың харам деп? Қазақтың өзінің дәстүрімен, өзінің тіл мәдениетімен, қазақтың өнерімен, төгіліп жатқан, құйылып жатқан жырларымен қазақтың жүрегіне құйып отырды. Сол дінді құйып отырды, мәдениетті, әдебиетті құйып отырды. Дала дәстүрімен сол қазақтың бойына балдай батып судай сіңді. Сол ұстынмен, сол ұстаныммен біздің ата-бабаларымыз тәрбиеленіп келді. Біз сол кезде жолымыздан жығылған жоқ едік. Қалай егемендік алдық, қалай біздің елімізге миссионерлердің бәрі кіріп кетті. Басқа діннің өкілдерін қойшы, Ватикандарыңды, одан кейін жаңағы әлгі кришнаиттерің әйтеуір қазір өте көп қой. Ол емес, ислам дінін арандатушылардың кіріп кетуі пәленбай топтың, пәленбай ұйымның, біздің пәленбай ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан дәстүрімізге сіңіп кеткен аталы дінімізден айырып, тіпті салт дәстүріміздің бәрін жоққа шығарып жіберді. Ананы харам, мынаны харам деді. Бұл адамгершілікке де, бұл ешқандай бір қадір қасиеттерге, ешқандай рамкаға сиятын нәрсе емес. Бұны түсіне алмаймын мен. Бұны түсіне алмаймын. Зиянын тигізді. Солар, атап айтқанда сол дін бұзарлар зиянын тигізді біздің қоғам болып қалыптасуымызға, жастардың санасын улап, жастарды фанатизмге алып барды. Алла бар, пайғамбар шын, Құран хақ деп өстік қой. Алла бар, пайғамбар шын, Құран хақ. Болды. Намаз оқисың ба, құлшылық ғибадат жасайсың ба, сен оны көрсетпей оқа. Сен онымен мақтанба, елдің бетін тырнап көзін шұқма. Отырған жеріңде өзіңде титтай бір торғайдың миындай ми жоқ, ешқандай бір білім жоқ. Аннан мұннан қағып соғып естіп алғаныңды елге уағыз қылып айтпа, өйткені оның мағынасын түсініп тұрған жоқсың сен. Оның мағынасы тіпті тереңде жатыр. Уағыз айтатын жасқа келген жоқсың сен. Мен қазіргі жастарға айтатыным, балаларға айтатыным. Жақсы, намаз оқиды екенсің, Құдайға 5 уақыт құлшылық жасайды екенсің, жасай бер. Ол сенің өзің үшін керек нәрсе. Құдаймен сенің ортаңдағы рухани байланыс, ақыретің үшін керек, иә. Бірақ сен фанатизмге барма. Құлшылық ғибадатын жасай бер. Сен көрсететін нәрсең, сен білімді қалай іздеп жатсың. Сен ілімді қалай ізденіп оқып, шұқшиып отырсың кітап оқып. Немесе қандай өнер үйреніп жатсың, қандай техниканы меңгеріп жатсың, қандай ғылым ашып жатсың. Сенің уағыздайтын, насихаттайтын нәрсең осы. Бізге қоғамға керек нәрсе осы. Жастарға керек нәрсе осы. Ең оңай жолын, мына шоқша сақалын өсіріп, балақты кесіп, мұртты қырып, одан кейін жаңағы дәретіңді алып, неге мешітке барып, жамағатпен бірге уағыз айтып, жаңағы намаз оқып, сол топпен жүргенді қазір өнер деп қабылдайтын модаға айналдырып алды жастар. Ол мода емес қой. Ол өнер емес,
рухани қажеттілік адамға, ол деген парызың. Өнер мен сенің болашақтағы өмір сүретін қағидаң мен рухани дүние екеуі екі дүние, екі бөлек нәрсе. Ара жігін ажырата алмай жатырмыз. Өнер үйренудің орнына, техника меңгерудің орнына балаларымыз фанатизмге кетті дағы, ауыздағы күнделікті ауызекі сөздегі сөздерде бұзылды, түрлерде ұсқындар да бұзылды. Әп әдемі сүп сүйкімді бетінен нұр тамып тұрған бала әлі мынандай сақалы бар, ешкінің сақалы сияқты, жарасып тұрған жоқ. Ғалымдарымыз айтып отыр ғой, енді сақал қоятында, мұрт қоятында өзінің кезі болады, кезеңі болады деп. Жастарға немене керек адам сүйкім келтіріп? Қорқатын болды қоғам содан. Хиджаб киген қыздардан қорқатын болды қазір. Біз сақалдың да қадірін кетірдік, хиджабтың да қадір қасиетін кетіріп алдық. Біз дінді былғап алдық. Қорқыныш нәрсе осында. Мен айтар едім, қазіргі мына хиджаб мәселесі өте, менің өзімнің балаларымда, келін-кепшіктерімде, мысалы үшін қыздарымызда, туғандарымызда, туыстарымызда, Құдайға шүкір, діннен хабарлары бар. Әрқайсы өздерінің керекті парыздарын өтеп оқып жүрген, намаздарын оқып жүрген адамдары бар. Мысалы, солардың жаңағы хиджаб киетіндері де бар. Мысалы үшін да. Мен оларға жаңағы қазір айтуға кірістім. Хиджабты қазақыландырып киіңдерші. Біздің қыздарымыз, келін-кепшіктер басынан орамал тастамаған, ашық-шашық жүрмеген, қысқа кимеген. Келіннің аты келін. Сен міне отауды жас кезде құру керек, әрине 18-19 жастан кейін оқуыңды бітіріп алғаннан кейін отау құрғаның дұрыс. Қыз балалары әсіресе ертерек күйеуге шыққан дұрыс. Ол бала ғой, ол да былай қарасаң, сәби ғой. Бірақ ол келін болды. Келін өзінің ата-енесінің алдында, қайын жұртында ешқашанда ашық жүрмеген қазақта. Дәстүр ма? Дәстүр. Жақсы дәстүр. Сонымен жүр. Құдайға тәуба. Көптеген мен ғалым теологтарды білем, әйел адамдарды. Кәдімгі дінді зерттеген, олар орамал тағып хиджаб киіп жүрген жоқ. Құлшылық ғибадатына келген кезде өзі жабылады, үйтеді қоғамда өздерінің дін тарату, дінді дұрыс жеткізу мақсатындағы идеологиялық жұмыстарын атқарып жатқан ғалым әйелдеріміз бар, қарындастарымыз бар. Мен оны басынан орамалды сыпырып таста демеймін, бірақ соны қазақыландыру керек. Өйткені хиджаб киіп алған біздің қыздарымыз не болып жатыр? Күнде көріп жатырмыз ғой. Аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, тіпті бірін-бірі тепкілеп, бірін-бірі соққылап жатқан қыздарды көргенде хиджаб киіп алған, мысалы үшін. Діннен хабары жоқ адам дін деген осы екен деп ойлауы мүмкін ғой. Дайын емес адамдар. Түсінігі жоқ, бесіктен белі шықпаған балаларыңа, қыздарыңа хиджаб ки, бұл саған парыз деп миын ашытудың қажеті жоқ. Білім алсын, мектеп оқысын, ертең күйеуге тиеді, көреді сосын өзі. Рухани өсіре бер, дамыта бер, түсіндіре бер. Ол онсыз болмайды. Ол міндетті түрде әрбірден кейін керек. Бірақ сонымен қоса сен балаға білім керек екен, болашақта өнер керек екенін. Дін сені асырамайды. Сені асырайтын білім, сені асырайтын алған білімің, мамандығың сен соның қаншалықты маманы боласың, сені асырайтын сол. Дін деген бұл сенің рухани жаныңның азығы, Алланың алдындағы борышың, Алланың алдындағы жауабың. Сен жақсы маман болшы, жақсы бір пайдалы ғалым болмай-ақ қой. Тіпті слесарь болсаң да, тіпті қойшы болсаң да, сен жақсы бір адам болып, сол кәсібіңді дөңгелетіп тұршы сен. Сен байышы қазақ ретінде, адам ретінде. Ең бірінші өзің ештеңеден тарлық көрмейсің. Екіншіден сенің әйел, балашағаң ештеңеден тарлық көрмейді. Сен үшіншіден туған туыстарыңа көмегіңді тигізіп отырасың. Төртіншіден сен қаншама адамға жұмыс бересің, пайдалы істейсің. Бұның бәрі дін арқылы келіп жатқан жоқ қой. Бұның бәрі
оқу арқылы, жетілу арқылы, өзін өзі жетілдіру арқылы келіп отырған кәсіптер. Біз бала шағамызға осыны да қоюымыз керек. Ақыл есі орныққан кезде адам, кез келген адам өзі Алласын тауып алады, өйткені одан басқа жол жоқ. Ал оған дейін баланы білімге тәрбиелеу керек. Енді мына сөзіңіз аузыңызда кезінде мына Шәкәрім атамыз да айтқан, мына қиянатың бар болса, иманың жоқ, маған десе 1000 жылдай қыл ғибадат деген бір нақылы бар. Енді бұны сіз қазіргі қоғамда қалай бір түсіндірер едіңіз? Жоқ, міне айтып отырғанымыз осы ғой. Қиянатың болса, аузыңда иманың жоқ болса, 1000 жыл Құдайға құлшылық жасасаң да, одан ешқандай пайда жоқ деп тұр ғой. Абай айтамыз айтады, Аллаға ауыз қол емес дейді. Яғни қазіргі дініміз қандай? Көп жағдайда бәрі емес енді. Мен анау діннің таза исламның ғалымдарға, немесе ол жолда адалынан құлшылығын жасап, кәсібін дөңгелетіп келе жатқан азаматтарға айтып отырған жоқпын. Жалпы қоғамның келбеті, түсінбей барып жатқан адамдарға, түсінбей уағыз айтып жатқан, өзі ештеңе білмейді, және фанатизмге барып жатқан жастарға айтып отырған әңгіме ғой бағананың бәрі. Сол Шәкәрім атамыздың өзі, Шәкәрімнен өткен діндар жоқ қой, мысалы үшін. Абайдан өткен діндар жоқ. Қандай керемет айтқан мысалы. Сен егер иманың болмаса, иманы бар, иманы жоқ адам дегенді біз қалай түсінеміз? Ол намазбен ғана түсінуге болмайды. Менің иман деген нәрсе барынша қоғамға жолда жатқан ақшаны алмайды ол. Өйткені обал, сұрауы бар, әр нәрсенің сұрауы бар деген түсінген. Міне иман деген сол. Ал егер сол иманың жоқ болса, қиянат сен жасап отырғаның. Мемлекеттің ақшасынан, қазынадан жұлып, талан-таражға салып жатқан, өздеріне пайдаланып жатқан, соны алып қашып, жерге көкке қашып жатқан адамдар өте көп қой. Ортамызда да қаншама адамдар жүр. Мемлекеттің қазынасын, халықтан жиналған, налогтан жиналған ақшалардың бәрін жолдан жеп жатыр, көпірден жеп жатыр, құрылыстан жеп жатыр. Мынау субсидиялардан жеп жатыр. Халық қызмет етсін, осыдан күнін көрсін деп өкіметтің жаңағы бөліп беріп жатқан ақшалары халыққа толық жетіп жатқан жоқ. Солардың ішінде де 5 уақыт намазын оқитын адамдар жоқ емес. Тіпті олардың ішінде болмай қойсын, соларды ары бөліп, бері бөліп, сондай жаңағы мықты жерлерде, өзекті жерлерде, 9 жолдың торабында отырған қаншама намазхан адамдарымыз бар. Істемегенді істеп отыр. Иман қайда сонда? Сонда иман тілде барда, ділде жоқ. Оның жасап отырған Шәкәрім айтқандай қиянат қой. Ал сен ондай жерден Құдай өзі кешіреді деп қойып, мысалы үшін дүнгандар, мысалы, ол да мұсылман халық. Өзімнің қазағыма күйе жаға бермейінші енді. Ол да мұсылман ғой. Ислам туралы әңгіме болып жатыр. Ислам адамзатқа түскен дін. Адамзаттың құндылығын көтеретін дүние. Дүнgan да өзіміздің бауырымыз, ұйғыр да өзіміздің бауырымыз. Ал олардан өткен саудагер жоқ. Қазір, конечно, қазақта қуып жетіп қалды олардың саудагерлігіне. Иә, қазақтарда бар, базарда толып жүрген бәрі намазхан шетінен.
барлық жерде. А солардың бәрі пендешілік жасамай отыр ғой деп ойлай аламыз ба біз? Жасап жатыр. Сонда сен тіпті исламды ұстанады екенсің. Исламдағы сауданың шарттарын білмей отырып, сауда жасап жатсың, Құдайға құлшылық жасап жатсың, елге қиянат жеп жатсың, тараздан жеп жатсың, ананың ақшасынан аузыңа келген бағаны айта салып жатсың, құрылыс материалына келгенде, немесе ана досыңнан ананы сұрап еді, өзіңде жоқ, досыңнан барып алып келдің, оның үстінен пайыз көріп жатсың, 5 уақыт намаз оқисың, каша-малаша болып кетті ғой балам мына жерде. Қайда сонда? Дін қайда? Шәкәрім атаңмен айтып отырған осы. Иманы бар, қиянатың көп болса, иманың тілде жоқ болса, қиянат жасап отырсың. Сен 1000 жыл Құдайға құлшылық жасасаң да, сенің құлшылығың қабыл емес деп отыр ғой. Әрине құлшылық ғибадатты қабыл алатын Алла, біз оған пәтуа шығара алмаймыз. Ал бізде исламда не дейді? Хадис бар емес па, мысалы үшін 10 берекенің 9-ы саудада деген, я? Хадис пе еді бұл? Біздің яғни сауда жасаған адамдар ақырет күнінде, қиямет күнінде пайғамбарлармен тіріледі дегенде нелер бар, рухани әңгімелеріміз бар біздің. Зерттеуіміз керек бұны. Зерттеуіміз керек. Не үшін өйтіп айтып отыр? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху өзі саудамен айналысты ғой, мысал үшін. Ал енді Хазірет Омар радиаллаху анху не дейді? Саудадан берекет тапқысы келген адамдар саудасын адал істесін деген. Берекетін тапқысы сауда қазір мен анығырақ айтайыншы. Саудада шариғат үкімдерінен хабары болмаған адам саудаға жоламасын деген. Саудаға шықпасын деген. Саудада шариғат үкімдерінен хабары болмаған адам, оны шариғат үкімдерін саудада түсінбеген адам саудаға шықпасын деген. Яғни сауданы таза істеген адам ақырет күнінде пайғамбарлармен тірілетіндей дәрежесі болса, ортасы жоқта, сауданы харам істеген адам, саудадан өзінің пайдасын ғана көздеген адам, яғни мөлшерден тыс жеп қанаған адам, оның барар жері тағы да белгілі болып тұр. 2 үшін көрсетіп тұр ислам. Ал тура соны ұстанып келе жатыр деп біз айта алмаймыз. Сондықтан бұл шариғат үкімдеріне келгенде, иман мәселесіне келген кезде, құлшылық ғибадаттарға келген кезде адам көзін ашып қарап дұрыстап түсініп алу керек. Ең алдымен адам болуды ойлау керек қой. Адам болуды. Құлшылық ғибадатқа түсінікпен келген дұрыс адамның. Сен 2 сүре білші. Фатиха мен Иқлас біл. Сонымен өмір бойы сен Құдайға құлшылық жасасаң да, өмір бойы 2 сүремен намаз оқысаң да, Алла тағала қабыл етсін, иншалла сен қарилармен бірге жәннатқа кіруің мүмкін, мысалы таза ұстанған. Оның жолында жаңағы менің айтпағым, ғалым емессің, мысалы үшін, оның оқуында тоқымағасың, бірақ фанатизмге барып, елдің мазасын алып, миын шіртіп деген нәрсенің бәрі иманға жатпайды. Осындай бір өзекті мәселелер бар, адамның жанын ауыртатын. Көп нәрсені түсінбей бұрмалап жатырмыз. Сондай терең ойыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Енді мына кино саласына келетін болсақ, мына дәстүрді дұрыс жеткізбеген фильм көрерменге ертең бір болашаққа бір әсері қандай болуы мүмкін? Әсері жаман болады. Яғни жаман кино түсірген, идеясы дұрыс болмаған, идеяның ішіндегі идеологиясы, айтатын ойы, түпкі мақсаты дұрыс нәрсеге бағытталмаған киноның бәрі зиян. Өнер, әрине өнердің ұстанымы, өнердің жолы ол емес. Ал егер сондай жолда бір кинолар түсіріліп, спектакльдер қойылып жататын болса, ондайға жол беруге болмайды, ол дұрыс емес. Оның зияны өте көп.
салтымыз бен дәстүрімізді ұстануда бізге жаңашылдықтар керек. Қазақта шаршатып, адамды қалжыратып, тоздырып жіберетін артық нәрселер өте көп. Дәстүрге де, салтқа да кірмейтін дәстүрлер өте көп. Мысалы, үйлену тойларында, құда жекжаттардың алыс берісінде, киіт кигізуінде, тойлардағы жаңағы көп артық дүниелерде, одан кейін орынсыз болса да, болмаса да қазақта жаңағы той жасау, той өте көп қой қазір. Керегі де бар, керек емес де бар. Ақсақал 70-ке 80-ге келген екен, 90-ға келген екен, 100-ге келген екен, бала-шағасы өсіп жетілген екен, оларға той жасап берген орынды шығар. 40 жастан бастап, 30 жастан бастап қазір жоғары қарай қаншаға дейін келеді, әр 10 жыл сайын той жасау үрдіске айналған. Оның сыртында ұлың үйленіп, қызың тұрмысқа шығып жатыр. Оның сыртында анау грамота алып жатыр, анау медаль алып жатыр. Бәріне той, бәріне. Әскерден күтіп алу. Әскерден күтіп алу, әскерге шығарып салу. Солардың бәрін бір салт сияқты, дәстүр сияқты сондай бір заңдылықтарға айналдырып алғанда бізде. Одан кейін алыс берістерде де бізде таза символикалық нәрсемен ғана құтылу жоқ. Шамасы келгендер де үлкен тойхананы алып той жасайды, жаңағы бір 20 адамға киіт кигізеді, ето оны кимейді. Үйге барғаннан кейін сандықтың түбінде жатады. Артық дүниелер өте көп, енді айта берсе. Ал салт дәстүрге жаңашылдық керек деп отырғанымыз, жаңағы біздің аталарымыз айтқандай, дәстүрдің озығын ал, тозығын таста дейді ғой. Соған бір көзімізді ашып қарап, сау жүрекпен қарап, бағалап, баға беріп, бір тойдың өзінде шағындап, адамға көпшілікке салмақ салмайтындай, қазір тойға шақырса адамның есі шығатын жағдайға келді. Жасырып жабатын жоқ. Бұл тыңдап отырған көрермен өзінің ойынан хабар беріп отыр деп айтуы мүмкін. Бұл менің де ойым біріншіден. Екіншіден, біз өнер адамы болғаннан кейін біздің жүрмейтін жеріміз жоқ. Ойда жүреміз, қырда жүреміз, көпшіліктің ортасында жүреміз. Үлкенмен де араласамыз, кішімен де араласамыз. Баймен де, кедеймен де араласамыз. Сол жердегі түйген ойлар ғой. Тойға шақырса қорқып отырады. Оған сенің зарплатаң, жалақың алып отырған, оған сәйкес келмейді. Ары кеткенде 200-300 мың теңге алатын шығарсың. Мен өзімнің немді айтайыншы, 300-ге жетіп жығылады менің алатын ақшам. Театрда жұмыс істеймін. Ал ол ақшамен сен жаңағы коммунальный услугаңды жабасың ба, бала-шағаңа шай, тамақ, киім кешегін алып бересің ба, әлде тойға барасың ба? Бір аптада 2-3 той болады, бір айда бірнеше той болады. Сен ол тойға 10 мың теңге алып бармайсың қазір. Сонда біз қайдан табуымыз керек ақшаны? Халық қайдан табу керек ақшаны? Бармасам ұят. Не істейсің? Несие аласың, кредитке кіресің. Ана досыңның жағдайы бар ғой, анадан қарыз сұрайсың, мынадан қарыз сұрайсың. Киіп баратын киімің бар. Киіп баратын киімің бар. Сен жарайды бір көйлегіңмен бір шалбарың, әйелің елден қалғысы келмейді. Сен де оны қатардан қалдырғың келмейді. Бөр аштығын білдірмес, сыртына жүнін қампайтар. Содан анадан алған ақшаны қайтару үшін мынадан қарыз аласың да ананы қайтарасың, анаған қарызсың. Осылай жалғасып келе жатқан дүние, бұл қазіргі біздің қоғамның келбеті және ащы шындық осы. Біз мемлекет ретінде сөз жоқ, көп нәрселер біздің сыртқы саясатымыз, елімізде Құдайға тәуба соғыс жоқ дейміз, әйтеуір елдің қарны тоқ дейміз. Бірақ олардың бәрі мемлекет сыртқы саясатқа қатты көңіл бөліп жатқан сияқты, біздің еліміздің ішіндегі халықтың толық жағдайынан кейде хабарсыз ба деп ойлаймын мен. Былайырақ шықшы, кез келген ауылдарға баршы. Ауылдарға барамыз ғой, туғанымыз бар, туысымыз бар, құда жекжатымыз бар, достарымыз бар, еліміз бар, жұртымыз бар. Дастарханнан ақ түсінесің, жай күйін.
және жаппай сондай халықтың жағдайы. Енді мына өнерге енді аяқ басқан немесе өнердегі бір еңбек жолы енді басталып жатқан жастардың алдында қандай миссия бар? Оларға қандай бір кеңес айтар едіңіз? Өте жақсы сұрақ. Қазір елдің бәрі өнерге құмартып кетті. Өйткені мына әлеуметтік желілердің арқасында. Эстрадниктер жаңағы ән айтсаң ақшаны көп табады екенсің, киноға түседі екенсің, өйтесің, бүйтесің деген шала түсініктер бар қазіргі жастарда. Ән айтқанның бәрі әнші емес, ән шығарғанның бәрі шәмші емес. Одан кейін сен өнерге келсең бағың ашылып кетеді деген мәселе жоқ. Ол да бір бұйрық. Біреуге ерте келеді, біреуге кеш келеді. Сүбелі рөлдар, бағыңды ашатын, жолыңды ашатын рөлдар. Мысалы, мен өзім әлі күнге дейін іздеп келе жатырмын соны. Театрда да, кинода да бағанағы образ сомдаған жоқпын деп айтатын. Осы бір бас аяғы 100 шақты проектіге кино сериалдарға түскен шығармын мысалы. Соның ішінде Асанәлі ағамыздың ойнаған бірде-бір рөлдарына шек келмейді мысалы. Төлегені жоқ менің ойнаған рөлдерімнің ішінде. Қасымханы жоқ менің ойнаған рөлдерімнің ішінде. Бекежаны жоқ. Шегесі жоқ менің ойнаған рөл. Елдің есінде қалатын, жазбай танитын, атыңды іздеп жүріп жатта болатын. Қазір менің түрімді біледі көрермен. Атыңыз кім еді? Сіз анада ойнамайсыз ба? Қайда ойнайсыз деп сұрайды. Сонда мен әлі қалыптаспаған актермін. Әрине мен маман ретінде қалыптасқан шығармын, бірақ әлі күнге дейін бір рөл оң жамбасынан келе қалмаған, әлі ізденісте жүрген өнерпазбын. Сондықтан да мен балаларға өнерге келем деген балаларға айтар едім. Өнерге келетін болсаң, беліңді буып, тағдырыңды соған байлап бірақ келу керек. Өйткені өнердің жолында табандылық керек. Табанды түрде жұмыс істемесең, өнер жалпы рахметі жоқ мамандық. Сен күндіз түні жұмыс істеп, ол жылдарға созылуы мүмкін, айлар былай тұрсын. Пәленбай жылдарға созылуы мүмкін. Ең соңында сол бір жаңағы дәнегі бір жарып, битіп гүл құсап ашылатын кезі болар. Ол соның ішінде Құдай тағала маңдайыңа жазса, сол кезде халықтың қошеметі, сол кезде ғана ақталады үмітің. Ештеңе оңай келмейді. Оңай келмейді, әсіресе өнерде. Одан да екі қолға бір күрек табылады, сен қазіргі істеген жұмысыңнан қазір ақшаласың, ол әлдеқайда пайдалы. Ал өнерде табысың аз, бейнеті өте көп дүние. Ал енді эстрада деген жанр бар, эстрададағы біздің эстрада жұлдыздары, олардың жолы бөлек. Олар бір тойға барып пәленбай миллиондап, біз бір жылда таба алмайтын ақшамызды, олар бір тойда алып кетіп жататын өнерпаздарымыз бар, эстрадниктер. Яғни ән айтқан адамның бәрі эстрадный ән жазса, авторский ән жазса, біздің бағымыз солай ашылып кетеді деген нәрсе жоқ. Олар да соған жету үшін қаншама жылдарын сарп етті. Біздің Димашымыздың өзін ол бірден шыға қалған жоқ қой. Қазір әлем танитын үлкен брендке айналды. Біздің елімізді танытып жатыр әлемге. Ол деді Димаш болып шыға келе қалған жоқ. Оның әкесі де өнерпаз, шешесі де өнерпаз, кәдімгі кәсіби мамандары Қанатпан Света. Біздің аға жеңгелеріміз, аға достарымыз ғой енді, біздің алдымызда келе жатқан. Өзіміз күнде көреміз ғой, мысалы үшін. Сол өздері өнердің оқуын оқығаннан кейін Димашты іште жатқан жерінен бастап тәрбиелеген ғой. Одан кейін шіретіп дүниеге келгеннен бастап домбыраға жақын болды, пианиноға жақын болды, ойнап соның әнін сөйтіп барып баланың алдымен бағыт бағдарын көрді, зерттеді. 5 балаң болса, 5-еуі де өнерпаз болуы мүмкін емес. 5 баланың ішінде қайсы жолыңды қуады, қайсынан не шығады дегенді зерттеу керек та. Бір балаң кәсіпкер болатын шығар, бір балаң қойшы болатын шығар, бір балаң мүмкін медицинаға баратын шығар.
Ал оның ішінен сол мен ойлаймын, Құдайға шүкір, бала шағасы ұлдар да бар, қыздар да бар. Сол балалардың ішінде Димаштың өнерін бала күнінен байқап, соған бағыт бағдар берді. Жіті түрде оны тәрбиелеп, оған көрдің ба, ағылшынша, орысша таза сөйлейді, қазақшасы енді өзінің ана тіліне деген құрмет қандай, тәлімі қандай, тәрбиесі қандай. Мысалы, солай тәрбиелеп алып келіп, алдымен рухын тәрбиеледі, жолын ашты. Сол тәрбиенің арқасында Қазақстанда пәленбай конкурстарға қатысты. Димаш мақтау естіген жерлері де болды, даттау естіген жерлері де болды. Өнердің жолы сол. Ал сол кезде Алла тағала маңдайын жарқыратып, Қытайдан әлемге дүркіретіп танытып жіберді. Маңдайы ашылды. Мыңнан біреу, ілеуден біреу. Ал елдің бәрінің маңдайы өйтіп ашылып кетеді, жарқырай қалады деген нәрсе жоқ. Одан кейін сол жолда жүріп, табандылық көрсетпегеннен кейін анандай қиындықпен келеді ғой барлық нәрсе, еңбекпен. Соған шыдамаған адамдар орта жолдан шатасып, тастап ол жолды, ана жолға барып, одан ештеңе шығара алмай, мына жолға барып, одан ештеңе шығара алмай, ең соңында табансыздықтың арқасында адасып, көп жолдан шатасып, көп нәрсеге ұрынатын солар. Сондықтан өнерге жолама дер едім балаларға. Өнерге келдің ба, онда кітап оқы. Көкжиегіңді дамыт. Көкірегің сайрап тұратын болсын өнер адамы болғаннан кейін. Ән айталы білу керек, би билей білу керек, сөз сөйлеу білу керек, орныңды білу керек. Сенде мәдениет ошағында этика, эстетика деген болады, осылардың бәрін ұстану керек, және табандылық керек. Мен осы жолға түстім, болды, мен осымен кетем деп ойламаған адамнан өнерпаз шықпайды, адасады. Және әр адам өзінің деңгейін біледі ғой, әр адам өзінің ішіне қарай өңіліп көрсе екен деймін де, мен шынайы өнер адам бола алам ба, менің қолымнан келе ма деп. Өзін тыңдасын алдымен, өзінің жүрегін тыңдасын. Яғни сыртта емес, әуелгіде іштей дайын болу керек. Міндетті түрде. Сонда барып жақсылап ойланып барып келіп, және сонда тұрақты түрде жұмыс істесе, онда бірдеңе шығаруға болады. Білім алыңдар дейтін едім мен. Тек өнер саласы ғана емес, жалпы бүкіл салада сондай болса, барлық салада қаржат сондай. дамуы бізде болады. Барлық салада сондай. Иә. Мен енді өнерпаз болғаннан кейін, өзімнің саламды білетін адам болғаннан кейін осы бағытта айтып отырмын. Барлық салада солай. Өзін өзі адам табу қиын ғой. Оны сол бала кезден зерттеп білу керек. Бала кезден іздеуің керек, өзіңді дайын болу керек. Мектептегі кезден 11-ші сыныпты бітірейін деп отырған ұлдардан, қыздардан мен көп қоямын сұрақты оқушыларға. Әсіресе жаңағы үлкен сыныптарға барып қалған ұлдарға, қыздарға: кім боласың болашақта? Кім боласың? Не арманың бар? Кім боласың? Көп қоямын. Жүрген тұрған жерімде. Көп білмейді әлі. Нақты бір бағыт жоқ. Білмеймін, көреміз ғой дейді. Бала кінәлі емес оған. Оған ұстаз кінәлі емес. Оған әкесі мен шешесі кінәлі. Балаға бағыт бағдарды бермесең, ол кім болатынын қайдан біледі? Оқып туған жоқ қой. Сондықтан баланың адасуына ең бірінші кінәлі ата-ана ғой. Содан басталады өмір мектебі. Сафуан аға, енді бір өзіңіз енді тек берген рөлді сомдаушы емес, өзіңіз де сценарий жазасыз, өзіңіз де режиссерлік етесіз. Енді жалпы болашаққа бір із қалдыру керек дейсіз ғой, енді адам болған соң тарихта қалғым келеді дейсіз. Бір болашаққа бір үлкен бастайтын бір кино шығаратын болсаңыз, оның көтеретін тақырыбы қандай болады еді? Қандай тақырыпты көтереді дегенге жауап берердің алдында, мен осы өзімнің режиссерлығымды, сценаристігімді, актерлығымды үшеуін қысқа ашып кетуге тырысайын. Мен ең бірінші актермын. Ең бірінші мен актерлыққа оқыдым. Ал актер адам әлгі генерал болуды армандамайтын солдат жоқ деген сияқты, режиссер болуды армандамайтын актер аз. Яғни адам белгілі бір дәрежеге жетіп, бір белгілі бір ой қалыптасқаннан кейін, жаңағы көкжиегің кішкене керіліп, қанатын жайып, өнерің кішкене өрісін кеңей бастаған кезде адам режиссерлықты армандайды екен. Мен сондықтан да
режиссерлықты оқыдым, біраз режиссурамен айналыстым, бірақ мен басыбайлы режиссер болып кеткен жоқпын. Он шақты спектакль қойдым, бірнеше документальный фильмдерге қатыстым, полный метрлерге қатыстым, өзім түсірген бір қысқаметражды фильм бар. Бірақ үлкен проектілерде кәдімгі режиссердің көмекшісі болып, сценарист болып, сценарийға да араласып, режиссурларға да араласып жасаған дүниелерім өте көп. Бірақ мен режиссерлықты мен осының жолында кеттім деп ұстанған жоқпын. Өйткені маған режиссерлықтан қарағанда актерлыққа сұраныс өте көп. Ал енді сол сценаристік жағымда өзім жаңағы қолыма қалам ұстайтын болғаннан кейін жазушы ретінде емес, жалпы өлең жазатыным бар, сценарий жазатыным бар, әңгіме жазатыным бар. Мен оны еш жерде жариялап, мен осындай едім деп жатқан жоқпын. Өзімнің күнделіктерімде, архивтерімде сақталып тұр. Болашақта мүмкін соларды іріктеп, жинақтап бір жинақ болып шығуы мүмкін. Жаңаға айтып отырмын ғой, сценарийге де араласып жазған сценарийларым бар, онымен кинолар түсірді, сериалдар түсіріліп, документалдық деректі фильмдер түсіріліп, сондай нәрселерге өте көп араластым. Бірақ мен сценаристікті де, яғни жазушылықты да басты мақсатты алып отырған жоқпын. Ол менің кәдімгі меңгерген салаларымның біреуі. Режиссура да сондай. Ал енді егер маған өзімнің ойымда жүрген көптеген кино сценарийлар бар. Соның ішінде қай тақырыпта кино түсіруге құлықтысың деп сұрайтын болса, мен жастар тақырыбында түсірер едім. Яғни жастардың бүгінгі келбетін біз көріп отырмыз қазір. Жастарда жауапкершілік жоқ, неге екенін білмеймін. Жастарда үлкенге құрмет деген азайып кетті, неге екенін білмеймін. Жаппай емес, енді жалпы, бірақ жалпылама айтқанда. Тәлім тәрбиелі, жақсы балаларымыз, ұлдарымыз, қыздарымыз Құдайға шүкір өсіп келе жатыр ғой. Бірақ жалпылама, мен қоғамның үлкен немен айтып отырмын да. Бірақ қана несін айтайын, мен басқа жерді былай қойған кезде, бір жерде кезекте тұрсаң, жастар саған орын бермейді. Мені қойшы жарайды, шал кемпірлер де алдында тұрады ғой. Одан кейін жаңағы қоғамдық көліктерде, автобус, троллейбус, трамвайларда келе жатсаң, саған басын көтеріп қарамайды ғой. Құлақта наушник, беті кірпіш ойнап отырады. Әкесінің әкесіндей адамдар, анасының анасындай апалар тұрады. Аяғы ауыр әйелдер тұрады. Біреу ақсақ, біреу боқсақ, біреу мүгедек адамдар тұрады. Былқ етпейді. Аналарға қарап өзім ұялам, мен өзің ұялады екенсің аналар. Неге біздің жастар осындай болып кетті? Енді мен өнерпаз болғаннан кейін жаңағы ұлтымыздың тәрбиесіне өнермен ғана тіл қата аламын, өнермен ғана үлес қоса аламын. Сонда менің түсіретін кином осы жастарға қарай бағытталатын еді. Әрине мен ол жерде киноның тілімен, өнердің тілімен айтатын едім. Бірдеңе менде біраз сценарийлар бар. Құдай бұйыртып, егер сондай бір мүмкіндіктер туып жататын болса, мен жастардың тақырыбына қарай мән беретін едім деп ойлаймын. Жанр қандай болатын еді? Жанр мәселе емес мұнда. Жанр комедия бола ма, трагедия бола ма, драма бола ма, мәселе жанрда емес. Ең бастысы комедияның тілімен айтсаң да, драманың тілімен айтсаң да, басты идеяңның халыққа жетуінде тұрды. Ал оны қай бағытта түсіреміз, қай уақытта болады, қай уақыты келгенде шешілетін дүние. Оны жалғыз мен шешпеймін. Кино олай жасалынбайды. Мен оның көптеген мамандарымен ақылдасам, біз кесіп пішіп, қазіргі қоғамға не керек, қандай жанр керек, не жетіспейді, солармен зерттеу болады, анықтау болады. Қанғаннан кейін барып шығатын дүние. Бірақ болашақта кино түсірсем деген арманым бар. Көп рахмет Сафон мырза, келіп пікіріңізді бөліскеніңізге, мардымды жауаптарыңызға да, тұшымды ойларыңызға рахмет. Енді бағана айтып қалғандай, осы жоспарыңыз орындала берсін, жетістіктерге жете беріңіз. Осы қазақ қоғамына, жалпы тарихында қалатын үлкен бір азаматтардың бірі болыңыз. Айтқан келсін, рахмет. Енді
өте жақсы сұрақтарды, өте өзекті мәселелерді қозғадың Олжатай. Бірін айтып бірге кетіп жаттық. Енді көп нәрсені жеткізе де алмаған шығарым, ойларым орақ орта жолдан қиылып, бірді айтып екіге кетіп жаттық. Дегенмен сендердің де мына студияларыңа, үлкен бастамаларыңа сәттілік тілеймін. Осындай өздеріңнің білік білімдеріңмен елімізге қызмет ете беріңдер. Сендерге де жарқын болашақ тілеймін жаным. Көп рахмет сізге айтқаныңыз келсін. Ал құрметті көрермен, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.